Қайырлы күн тыңдармандар. Сынақ. Ұлжан жастайынан өте зерек еді. Сабағына ұқыпты, білімді, тиянақты. Бастысы, жауапкершілігі мол қыз болып өсті. Әне-міне дегенше оқуды да аяқтады. Арман қуып Алматыға, Қазгуге өз күшімен оқуға түсті. Университетте өте алғыр студенттердің бірі болды. Тіпті мұғалімдер осында магистратураны жалғастырып, жұмысқа қалуын сұрайтын. Содан ба бәлкім, ол университетте болмаса да Ұлжан расымен де оқудан оқу болып, одан жұмысқа тұрып, тұрмыс құруды ұмытып та кетіпті. Біраз жұмыс жасаған соң, анасының айтуымен қыздың бәрібір жат елдік екенін білген ол ойлана бастады. Қалауындағы жігітті де болатын. Ұлжан ауылда өскен қарапайым қыз болған соң, қанша қалада жүрсе де тәкаппарлыққа бой алдырмайтын. Сол әдебімен қалаға тұрмысқа шығып, сыйлы келін бола білді. Бұл кезде Ұлжанның төркіні де шым қалаға көшкен болатын. Жұбайы өте сабырлы, көп сөзі жоқ, байсалды жігіт. Бұлар жас жұбайлық өмірді бөлек үйде бастады. Екеуі де жұмыста. Арагідік енесі, анасы келіп тұрады. Өмірі бір сарында өтіп жатты. Көп өтпей жағымды жаңалықта болды. Алла Ұлжанға ана бақытын сыйламақшы. Олар өте бақытты еді. Іштегі бөбек 5 ай болғанда Ұлжан жамбасының ауыратынын сезе бастады. Алғашында мән бермей жүрген, 6 айға жуықтағанда тіптен ауырсынып, аяғын баса алмай жатып қала беретін болды. Жұмысына сүйретіліп барып келіп жүрді. Туыстары кейде әйелде толғақ осылай бастала береді, арасында деп сабырға шақыратын. Ақыры болмаған соң 6 айда өтініш жазып ерте декреттік демалысқа шығып кетті. Содан соң ғана дәрігерге барды. Дәрігер аяғы ауыр екен, алдыға тартып, ешбір укол салуға болмайтынын айтты да, жақпамай жазып берді. Амалы құрып үйге келіп, сол жақпамайды 2 апта жағып жүрді. Әжептәуір әсері болған сияқты. Қайтадан аяқтарын басып жүре бастады. Сыздап, әлсін-әлсін ауырсынғаны болмаса баяғыдай емес. 9 айдың жүзін көргенде қайта аяғы ауырып бастады. Тіпті 2-3 күн төсектен тұра алмай жатып қалды. Әжетханаға барудың өзі мұң болды. Таң ата тіпті шыдатпай жамбас сүйегі сырқырап, жаны көзіне көрінген соң амал жоқ анасына хабарласты. Себебі ең жақыны әкесінің үйі еді. Енесі де алыста тұрады. Ана деген баласына қашанда жүрегін жұлып беруге дайын емес пе? Дереу жетіп келді. Ұлжанның жағдайынан хабардар болған соң анасы басу айтты. Ештеңе етпейді қызым. Толғақ шығар мүмкін. Кейде әйелдер осындай болады деді. Не істеймін енді? Жаныма батып барады. Құдды бір аяғымды тілгілеп жатқандай деп жылады Ұлжан. Ешқандай да толғақтың белгісі емес. Күйеуі не істерін білмей далбасалап анасын шақырды. Ұлжанның енесі хабарды ести сала жолға шықты. Ұлжан жаны көзіне көрінген соң интернеттен ақпарат іздей бастады. Оларды оқып өзінің жағдайын симбизит ауруына ұқсатты. Оны анықтау үшін өзеге түсу керек екен. Енесі келген соң бәрі жабылып жүріп, диагностикалық орталыққа келді. Ұлжан өздігінен жүре алмайды. Күйеуі көтеріп мінгізіп, көтеріп түсіріп жүр. Оны тек көтерумен жүрді. Ұлжан ештеңе түсіне алар емес. Дәрігер барса толғақ емес деп қайтарып жіберді. Бұрын аяқ ауруы мүлде болмаған. Не болып жатыр өзі? Білетіні тек жамбас сүйегі сынып кеткендей қозғалтпай ауырады. Солай өзеге түсті. Айтқаны дәл келді. Бірінші саты симбизит деп берді. Егер бірінші сатысы болса, мұндай ауру сезінбеуің керек қой деп олар да түсінбейді. Іштегі баласын ойлаған ол күйеуіне роддомға апаруын өтінді. Күн қақаған суық, желтоқсанның ызғарлы желі. Өңменнен өтсе де мойымаған күйеуі көліктен көлікке көтерумен жүрді. Роддомға келді, бәрі жабылып, дереу коляскаға отырғызып операция бөліміне аяңдады. Ұлжан өңі бұзылып, тоқтаңдар, қайда, деді дірілдеп.
Уайымдамаңыз, сізді операциямен босандырып аламыз деді. Амал жоқ, бұған да көнді. Дереу аяғын толық бинтпен байлап, салқын кушеткаға жатқызды. Бірінші уколды белден жіберді. Ішін кескелі жатыр еді, денесі бәрін сезіп жатыр. Айтып еді медбике, келіп толық наркоз жіберді. Қаралы желтоқсанда киімсіз салқын кушеткада қалтырап дірілдеп жатып, ұйқыға кетті. Түнгі 2-3 шамасында есін жиды. Денелері қалтырап, қақсап жатыр. Жанында ешкім жоқ. Сөйлейін десе кескен жері шыдатпай ауырады, амал жоқ, айқайлады. Бір медбике келді. Ауруды басатын укол салуын өтінді. Медбике қазір салуға болмайтынын, егер шыдай алмаса, қайта наркоз беретінін айтты. Ұлжан наркоздан дереу бас тартты. Таңға дейін тісін тісіне тигізіп шыдады. Таң ата ауру басатын укол салып кетті. Ауырғаны аздап басылып ұйықтап кетті. Түске таман 11-лер шамасында оянды. Ояна сала баласын іздеді. Медбике баласын киіндіріп жанына жатқызып кетті. Не отыра алмайды, не жүре алмайды. Басын көтеріп баласына қарады. Бір сәт барлық ауруды ұмытты. Жаратқанға шүкірін тілмен де, жүрекпен де жеткізіп жатты. Түстен соң палатаға ауыстырды. Қиындық енді басталғандай еді. Не баласын көтеріп отыра алмайды, не дұрыстап емізе алмайды, не өзіне қарай алмайды. Анасы мен енесінің көмегімен әупремдеп киімдерін ауыстырып, тамақтанып қалады. Олар жоқта ит азап көреді. Аяғы түсініксіз, мүлде бастыртпайды. Оған ішіндегі операцияның жарасы қосылды. Түнімен жылаған баласын көтеріп отырып емізе алмай, ана байқұс шырылдаған баласымен бірге жылайды. 2 күн азаппен өткен соң күйеуіне хабарласып, үйге алып кетуін өтінді. Бірақ дәрігерлер аяғын тексермей жібере алмайтынын айтты. Анасы келген сайын ұрсып кетеді. Өзіңді қолға ал, балаңды ойла, неге жылай бересің деп. Қайтсын енді, аяғы түсініксіз ауырады. Жаныма батып барады дегенді ғана айтады, жылайды. Солай тағы 2 күн өтті. Себебі сейсенбі күні аяғын рентгенге түсіріп, сіңірі созылған деп берді. 1 аптадан соң ауырғаны басылады деп шығарып салды. Сол күні үйіне шықты. Аяғының ауырғаны басылмады, тіпті үдей берді. 29 желтоқсанда сүйретіліп жүріп, облыстық диагностикаға барып тексерілді. Аяғын рентгенге түсіру керек деді. Мерекеге тұспа-тұс келіп, тағы сүйретіліп үйіне қайтты. Солай мерекені аяқтап рентгенге барды. Рентген нәтижесі шығып, перелом деді. Ұлжанның ағасы дәрігер болатын. Ортопедке көрсетуін айтты. Тағы сол сүйретілген күйі ортопед врачқа келді. Олар тексере келе, лона, седалищный кост сынып кеткен деп қорытындылады. Ол тек ДТП немесе жоғарғы биіктен құлағанда кездеседі деді. 1 ай қимылдамай жатуын айтты. Бірақ дәрігер түсініксіз жағдай екенін және мұндай жағдай практикада алғаш рет болып тұрғанын айтты. Амал жоқ. Ұлжан үйіне келіп, шалқасынан жатып төсекке таңылды. Жаңа туған ана. Сәбиіне де көңіл бөле алмай, оны дұрыс емізе алмай қатты қиналды. Тек шалқасынан жатады. Бір қырымен жатуға да рұқсат жоқ. Амал жоқ. 1,5 ай осылай жатты. Енесі алтын кісі, немересіне де, келініне де өзі қарады. Іште күйеуіме енесінің барына шүкір дейді. Күннен күнге салмақ тастап, қу сүйекке айналып бара жатты. Денесінен суық тер шығады. Бір күндері тіпті тамақ ішуге шамасы келмей қалды. 1-2 қасық ішіп, шаршап қала береді. Іштей жылап өзін тіпті жеп тастады. Аман қалмайтын шығармын деген ойда жоқ емес. Баласына қарап жылай береді. Мейірлене көтеріп, құшағына да қыса алмайды. Солай күндер өте берді. Ұлжан құр жатпай, бүкіл интернет ақтарып, мәлімет іздеді. Тіпті анализдерін шетелдерге, Россия, Қытай, Түркия жіберіп көрді. Бәрінен де бір жауап қайтты. Мұндай жағдай практикада алғаш рет кездесіп отыр деді. Ұлжанның үміті үзілуге шақ қалды.
жанында ешкім жоқ кездерде өзі шалқасынан жатса да баласын алдына алып иіскелейді. Оған бұлай салмақ түсуге болмайды деп енесі мен анасы шыр-пыр болады. Баласын өзі көтере алмаған соң басқаларға өтініш жасайды. Біраз көтеріп жүріңіздерші, ол да жата беріп жалықты деп күледі. Ал өзі ауырып жатса да баласын ойлап, абайлап көтеріңіздерші, ол әлі кішкентай деп қояды. Көңіліне қарап, үй ішіндегілер үнсіз қалады. Солай жүріп 2 айда артқа тастады. Аздап тәуір болып келе жатқан сияқты еді. Бір жеті сонда болып келемін деп енесі үйіне кетті. Аяғын әлсін-әлсін басып жүрген. Ұйықтап кетіп оянса, аяқ-қолы үйіп қалыпты. Мұрнынан қан кетті. Сонымен тағы да аурухана жағалау басталды. Дәрігер енді мүлде басқа диагноз қойды. Онкологиялық болуы мүмкін деді. Мұны естіп Олжан есін жоғалтып қойды. Жоқ, мүмкін емес. Олай болуы мүмкін емес деп дәрігерге жеңістік бермеді. Бірақ күннен күнге азып, құр сүлдері қалған Олжан ойланып қалды. Қалайша, неге? Деген сұрақтар санасын улап жіберді. Әлсіздігі басып барады. Болмаған соң күйеуіне төркініне апаруын өтінді. Әлсіреп тұрудан қалып барамын деді. Төркінге келіп анасына, мені тексертіңдерші деп жылады. Уайымдай берме қызым, ертең дәрігерге қараламыз, болмаса Ташкентке алып барамын деді әкесі. Сол сөз жанына медеу болып ұйықтап кетті. Таңертең тұрып дәрігерге барды. Тағы да рентген түсті, анализ тапсырды. Үміттеніп күткен анализдің жауабы жақсы шықпады. Жамбас сүйек сынған, бірақ қашан, қалай сынып кеткені түсініксіз. Сол сүйек майдаланып кеткен дегеннен басқа ештеңе айта алмады. Дәрігер Олжанды Алматыдағы онкологиялық ауруханаға тексерілуін айтты. Атын естіп-ақ жүрегі су ете қалды Олжан. Амалсыз болғанда көнді. Биопсия алынуы керек. Тек инемен ғана деп қатаң тапсырды дәрігер. Наурыз айында Алматыға жол тартты. Коста онкология бөлімінің дәрігері түгел тексерістен өткен соң биопсияны тек операция арқылы алатынын айтты. Дереу операция жасаймыз деп, тіпті күнін де белгілеп қойды. Портал туырлап келу ғана қалды. Бірақ операцияға өз келісіміңіз болуы керек. Қандай жағдай болары беймәлім. Жамбас сүйекке ота жасау ең күрделі ота. Қан өте көп кетеді деді. Олжан амалсыз көнді. Көнбеске амалы бар ма? Отаға бәрі дайын болғанда әкесін естіп, үзілді кесілді қарсы болды. Ташкентке апарып тексертемін деп алып кетті. Ташкентке барып толық тексеруден өтті. Ташкенттегі дәрігерлер онкологиялық ауру емес екенін дәлелдеп берді. Аллаға шүкір. Осы сөзді естірткеніңе шүкір айтудан жалықпады. Бірақ не үшін мұндай ауру аяқ асты болған оларда түсінбеді. Біздің де практикамызда алғаш рет кездесіп отыр деді. Әр 6 ай сайын келіп тексеруден өтіп тұрыңыз. Өзіміз жіті қадағалап отырамыз, егер тағы нашарласа дереу келіңіздер деп шығарып салды. Сол Ташкенттен келгелі бері аздап жақсарды. Салмақ қосып өздігінен жүре бастады. Баласы емшек үстінен шығып кеткелі қашан. Туыла сала емізе алмай 1 айдан соң шығарып жіберген. Қазір шүкір баласына қарай алады. Өзіне де жеңіл сезіне бастады. Баяғы суық тер шығуы да тоқтады. Алла, аяқ астынан сынаймын десе, демнің арасында екен. Сол сынаққа төзіп үмітін үзбей келген Олжан шүкірі мен мадағын еш ұмытқан емес. Жақында тағы Ташкентке баратын уақыты да келді. Алла тек жақсы жаңалықпен сүйіншілегей. Жақсы жаңалықпен келгей. Әңгіменің соңы.